Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай жұмсақ тәп-тәтті булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге сүт, қайнаған су және де қант, тұз, еріген сары майымыз қажет болады. Бір жұмыртқа және құрғақ дрож бір қасық. Осының бәрін жақсылап араластырып алып, қамыр жасап аламыз. Қамырды бәрін бірден салмаймыз, аз-аздан салып, қолға жабысқақ қамыр жасаймыз. Осындай қолға жабысқақ қамыр жасап, бұны 2 сағатқа ашытып аламыз. Менде 2 сағат өтті, қамырым ашыды. Енді бұны кішкентай бөліктерге бөліп, булочканың формасын жасаймын. Кішкентай бөліктерге бөліп, тағы да оны біз 10 минутқа қойып қоямыз, бетін жауып. Бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут өтті. Енді бұл қамырды жайып, ішіне повидло немесе сгущенка, кез келген или варенье, кез келген тәттілерімізді салып, булочка жасаймыз. Жасап болдым мен. Енді бұның үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста печкеге салып аламыз 35-40 минутқа. Міне булочкаларымыз дайын. Өте әдемі және дәмді шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді